Таңғы ас тәңірден деп асқабақтан таңғы ас дайындаймыз. Ол үшін асқабақтың әдемілеп тұрып сыртын ашып алып, үккіштен өткіземіз. Ыдысымызға ірімшікті салып, кішкене үгітеміз. Үстіне 2 жұмыртқаны жарып, айран құямыз, 2 ас қасық шекер салып, әдемілеп бір араластырып аламыз. Үккіштен өткен асқабағымызды салып, жақсылап тұрып, араластырып, үстіне електен өткізілген ұнға 1 шай қасық нан қопсытқышты қосып, араластырып, қоспамызға қосамыз. Әдемілеп араластырып, қоспамызды 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Кейін табамызға аздап сары майды ерітіп, 3 ас қасықтан табамызға салып, қасығымызбен әдемілеп дөңгелектеп жайып алып, жабық қақпақта 4-5 минуттен пісіретін боламыз. Мінекей бір жағы осылай піссе, екінші жағын дәл солай етіп 4-5 минут пісіреміз. Дайын болған құймақтарыңызды қаймақпен ұсынсаңыздар болады. Дәл осы қоспадан 4 дана шықты. Өте дәмді шығады достар. Бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар.